Есік көліне бара жатырмыз. Есік көлінің тарихы 2000 жыл бұрын көшкіннен кейін пайда болған екен. Есік көлі жасыл көл. Іле Алатау табиғат ескерткіші болып есептеледі. 1963 жылы сел көлді жойып жіберген. 80-ші жылдары бөгет салынғаннан кейін оның бұрынғы көлемінің 1,2-сі қалпына келтірілді. Автомобильді экскурсия бағытына салынған. Енді кезек Есік көліне кеттік. Жігіттер, жолдарың болсын. Пробканы қарап бәрі осы жаққа келе жатыр ғой. Прикинь. Автобустың тұрып барыңдар. Шек жоқ. Oh yes. Фотосъемка кетіп жатырмын. Арзандар көлді көрсіз. Вот. Көлі.